Шет елде тұрып өзбекше уағыз айтатын уағызшылардан қауіп қатерлер бар, оны мойындаймыз. Абдулла Зуфар, Самарханди діни алауыздыққа әкелетін сондай экстремистік, террористік сипаттағы контенттер салып жатады. Мысалы, былтырғы жылы 20 мыңға жуық деструктивті діни ағымды уағыздаушы видеоларды анықтап бұғаттауға ұсындық. Жалпы олар адамдарға өту үшін бірінші алғашқы кезекте діннің жақсы сипаттарын бірінші қолданады. Діндегі адамдар мынандай мінез құлқынан былай болу керек деген сияқты, одан кейін құлшылықтар жайлы айтып келеді дағы, бірақ соның арасында біздің дәстүрлі дінімізге қарсы бір белгілі бір мөлшерде бір қарама-қайшы тудыратын сөздер келтіріп өтіреді. Қоғамдағы әлеуметтік жағдайға қатысты болсын, қызу талқылауда болып жатқан тақырыптарды көтере отырып, өздерінің идеологияларын тықпалауға тырысады. Мысалы айтатын болсақ, кешегі Израильдегі Хамасты айтып отыратын, Палестинада мұсылмандар осындай қиыншылық жағдайда деп айтып келе отырып, сол жерге мысалы бір жихадтық, болмаса соларға бір ақшалай қолдау көрсетілу туралы, болмаса белгілі бір ұлтты жек көруге алып келетін тезистерді қолданып кетеді. Дін мәселені зерттеу орталығының өзінің әлеуметтік желілерде ресми парақшалар бар. Сол арқылы біз халыққа дұрыс діни танымдық ақпараттарды ұсынамыз. Жастардың діни сеніміне әлеуметтік желінің әсері қандай деген тақырыпта сауалнаманы жыл сайын жүргіземіз. Сол кезде біз байқаймыз, сіздің қарап жатқан материалдарға әке-шешеңіз қарай ма дегенге көбісі қарамайды дейді. Одан кейін сіз діни ақпараттарды қайдан аласыз дегенде көпшілігі әлеуметтік желілерден дейді. Әлеуметтік желілерде сіз кімді тыңдайсыз, жаңағыдай өздері фильтрсіз тыңдай беретін әрекеттер көптеп кездеседі. Ата-аналарға айтар кеңесім, егер осындай баласының дінге қызығушылығы оянып, дінге қатысты көптеген видеолар қарайтын болса, осы біздің орталыққа келіп, сол көріп жатқан видеоларын бір тексертіп алса болады.